Аргументтің мәні бойынша функцияның мәнін қалай табады? Айталық, сізге берілген функция f от x, ал аргумент x тең 2-ге болса, есептеу үшін сіз f от 2-ні есептейсіз. Бұл жерде беріліп тұрған x-тердің орнына жай ғана 2-ні апарып қою арқылы толық есептеп шығамыз. Есептеу нәтижесінде функцияның мәні анықталды. Сұрақ: функцияның мәні бойынша аргументтің мәнін қалай табады? Айталық, бізге берілген f от x функция, ал оның -2-дегі аргумент мәндерін анықтауымыз керек. Демек, біз толықтай функцияны көшіріп жазып аламыз алдымен. Және оны тең деп аламыз -2-ге. Ары қарай енді біз бұл функцияны квадрат теңдеуге келтіріп алайық. Барлығын бұл жерде мен оң жаққа өткізіп жатырмын. Сонымен бұл жерде бірден келтірілген квадрат теңдеу болғандықтан Виет теоремасын қолданып аргумент мәндерін, яғни x-терді анықтай аламыз. Ол бізде 2 және 3 мәндері. Келесі сұрақ: функцияның нөлдерін қалай табады? Функцияның нөлдері дегеніміз, айталық, осы функцияның нөлдері оны толықтай нөлге теңестіретін аргумент мәндерін табу деген сөз. Енді бұл жерде функцияны алдымен көшіріп жазып аламыз және нөлге теңестіреміз. Бұл жерде минус x квадраттың алдындағы минус кедергі келтіретін болса, сіз оны -1-ге бөліп жібердім деп есептеп, толықтай таңбаларын ауыстырып алсаңыз болады. Енді бұл жерде келтірілген квадрат теңдеу бірден Виет теоремасы арқылы түбірлерін таба аламыз. Олар бізде 2 және 3 сандары екен. Сұрақ: парабола төбесін қалай анықтайды? Айталық, бізге f от x функциясы берілген. Парабола төбесі бізде x0 арқылы белгіленеді және минус b бөлінген 2a формуласы арқылы анықталады. Енді бұл жерде есептейтін болсақ, x0 тең болады. Формуладағы минус, біздің жағдайда b коэффициенті 5-ке тең, бөлінген 2, a-ның мәні -1-ге тең. Бұл жерде 5-ті бөлуіміз керек болды 2-ге. Мәні 2,5-ге тең болады.